Сәлем достар, сіздермен бірге өмір тамаша арнасы. Өткен тақырыпта біз құлпынайларды қалай тазалайтынын көрсеткен болатынбыз. Бүгінгі тақырып бардос қоспасы арқылы жеміс ағаштарын және сол құлпынайларды қалай залалсыздандырамыз. Мен бүгін сіздерге осы қоспаны қалай дайындау әдісін көрсетемін. Және дайындалған қоспаны сіздермен бірге ағаштарға, өсімдіктерге себетін боламыз. Сонымен достар, бардос қоспасын аштық. Ішінде мыс купаросы мен кальций оксиді бөлек қапталған. Осы екі химиялық затты суға араластыра отырып бардос сұйықтығын аламыз. Бардос қоспасы бау-бақшада өсетін ағаштар, жемшидек, көкөніс, гүл өсімдіктерін көктемде оянатын түрлі аурулардан қорғайды. Яғни дақ түсу, фитофтороз, саңырауқұлақты аурулардың алдын алады. Және осы сұйықтықпен өңделген өсімдіктерге зиянкес жәндіктер үйір болмайды. 1% қоспаны дайындау үшін бізге металл емес 2 ыдыс қажет. Бірінші ыдысқа 2 литр жылы су құямыз. Судың температурасы шамамен 50 градус болу керек, одан аспау керек. Осыған 100 грамм мыс купаросын салып араластырамыз. Егер су салқын болып жатса, купарос ерімей қалады, сондықтан жылы су болуы міндетті. Ерітіп болған соң, оған үстіне 3 литр салқын су қосып 5 литрге дейін жеткіземіз. Біздің келесі қадамымыз әкті сүт, яғни кальций гидроксидін дайындау. Ол үшін екінші ыдысқа 2 литр су құйып, оған кальций оксидін саламыз және жақсылап тұрып араластырамыз. Мұның да үстіне 3 литр су құйып, 5 литрге дейін жеткіземіз. Бізде енді 2 ыдыста 5 литрден 2 сұйықтық пайда болды. Ендігі кезекте мыс купаросы сұйықтығын кальций гидроксидіне, яғни әкті сүтімізге араластыра отырып баяу құямыз. Мінекей достар, бізде бардос қоспасы сұйықтығы дайын болды. Мұны енді ұсақ тамшымен шашатын арнайы бүріккішке құйып, бау-бақшамызда өсіп тұрған жеміс жидектерімізге шашамыз. Көрдіңіз ба? 10 литр. Мінекей достар, біз құлпынайымызды бардос қоспасымен өңдеуге көштік. Бұл соңғы қадамымыз, яғни құлпынайдың әрбір түбіне мұқият шашамыз және топырақты дамытпаймыз, себебі топырақтың беткі қабатында түрлі зиянкестер жатады. Құлпынайларды бардос сұйықтығымен өңдемес бұрын біз оны былтырғы қалған арам шөптерден және ескі сабақтардан тазартып алдық. Ол туралы арнайы бейнені осы бейненің жазылымындағы сілтемеден тамашалай аласыздар. Сондай-ақ жеміс ағаштарының әрбір бұтақтарына мұқият сеуіп шығамыз. Өңдеу барысында техникалық қауіпсіздікті ұмытпаған жөн. Резинке қолғап, халат, респиратор және көзілдірік киіп алғанымыз дұрыс.
және жел болған жағдайда желдің бағытымен бағыттас болып тұру керек. Жүздеген жылдар бойы қолданып келе жатқан бардос қоспасы сұйықтығы өте мықты фунгицидтердің қатарына жатады. Мамандар бұл өңдеудің тиімділігін арттыру үшін кеш мезгілінде жаңбырсыз уақытта қолдануды ұсынады. Сіздермен болған Айнұр, келесі кездескенше күн жақсы.